Құрметті халайық, құрметті қазақ елі, бүгін сіздерге маңызды жаңалықты айтамыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, каналға тіркеліп бізге қолдау білдіріңіз. Халайық, қазақтың билік басына, қазақтың жайын ойлайтын азаматтар келе бастады. Ресейдің саясаткерлері осыны көріп, үрейлері ұшып жатқан көрінеді. Қазақ билігінің әр саласына қазақ тілінің жағдайын жақсарту керек деп, орыстармен айтысып, оларды сауатты түрде орысша болсын, қазақша болсын, ауыздарын аштырған Айдос Сарым, тілдің жанашыры Қазыбек Иса ағамыз, Нұртөре Жүсіп, Азат Перуашев, қазақ тілі қоғамының президенті болған Берік Әбдіғали ағамыз парламентке келіп, өздерінше орысша сөйлеп үйреніп қалған шенеуніктерді орындарына қойды. Оларға тек қазақ тілінде сөйлеп, ана тілінде баяндама жасауын талап етуге көшті. Ал қоғам қайраткерлерінің арасында Дос Көшім, Мұхтар Тайжан, Арман Шораев, Досым Сәтбаевтар Тоқаевтың билігі тұсында қазақ тілінің ұлтына қызмет ететін жаңа буынның өкілдері ретінде алға шықты. Кремль енді осыларды көріп отырып, не деген қараңыздар. Алдымен Ресейдің басшысы Путин кезінде қазақтың мемлекеттілігі туралы сан ғасырлық тарихына байланысты аузына келгенді айтып, ал оның депутаттары қазақ билігіне қазақтың жерін сыйға бердік деп қаншама халықты ашындырған болатын. Біз әрине дос мемлекетпіз, бірақ Ресейдің депутаттарының айтып отырғаны осы. Жақында ресейлік газет-аруда депутат, қазақтың депутаты Азат Перуашев мынадай керемет сөздерін айтқан болатын. Депутат былай дейді: Ресейдегі орыстар орысша сөйлейді. Бұл жерде проблема жоқ қой. Мен Ресейде 7 жыл тұрдым. Олардың менімен орысша сөйлесетініне ешқашан ренжіген емеспін. Қазақстандықтар өз тілінде сөйлескісі келеді. Бұл қалыпты жағдай, маған сеніңіз. Белгілерге келетін болсақ, бізде қазақтардың үлесі шамамен 80-90%-ды құрайтын бір қатар аймақтар бар. Ал қалғандары да қазақша сөйлеуге тиіс. Ал Қазақстанның орыс тілді азаматтары қажет болса, мемлекет алдында өз мәселелерін өздері көтереді. Мен оларға қарсы әрекеттер туралы естіген емеспін. Тіпті бұл туралы сұрағыңызға бір күліп алдым деп керемет жауап берген болатын депутат. Әрине өзіңіз ойлап қараңызшы, Қазақстанда тұрып жатқан ол адамнан орысша талап ету күлкілі емес пе? Мына орыстың саясаткер сымақтары Францияға барып, орыс тілін талап ете ала ма өзі? Әр ел өз ана тілінде сөйлеу керек емес пе? Енді орыстың саясаттанушылары Қазақстан билігіне Тоқаев келгеннен бастап, билікке, яғни биліктің әр саласына қазақтың ұлтшыл адамдары келе бастағанын ашық айтып жатыр. Қазақстан дейді, бұрынғы Назарбаевтың тұсындағыдай емес, Мәскеуден әлде қайда алшақтап бара жатқанын, өз алдына тәуелсіз саясат жүргізуге ұмтылып жатқанын үрейлене айтып жатыр. ТМД-ның елдері бойынша институттың Орталық Азия және Қазақстан бойынша бөлімшесінің басшысы Андрей Грозиннің газет-аруда не деген қараңыз. Сол бөлімнің, яғни сарапшысы былай дейді: бұл нағыз сандырақ. Қазақстан өзін орыс әлемінен барынша аз байланыстыру үшін осылай етуде. Бұл әрине ол жақта қалған 3 миллион орысқа да әсер етеді. Олар көп деген кеңістіктерді алып жатыр. Президент Тоқаевтың тұсында олар билікке шығып, үндері жарқын бола бастады. Ал Назарбаев тұсында олай емес еді. Ол кезде оларды тек қана қолданатын. Олар Назарбаев тұсында қарғыбауда болды, бақыланды. Ал қазір олар президент әкімшілігінде, үкіметте, парламентте отыр. Әзірге олардың саны көп емес, бірақ бұлар өз соңынан
идеяластарын ілестіреді. Біреуі пайда болған жерде 2 жылда 10 пайда болады, деді сарапшы Сымақ. Ал Қазақстан президент туралы не айтқан қараңыз. Сарапшы былай дейді: ол осал тұлға және елдегі жағдайды толық бақылауда ұстамайды. Ал түрлі топтар ұлтшылдарды өзара күресте қолдануда. Назарбаев ұлтшылдарға тым көп еркіндік беру солтүстік көршінің титығына тиетінін білді. Мүмкін оны Тоқаев та түсінеді. Алайда мардымды ештеңе істей алмайды, дейді сарапшы Андрей Грозин өз сөзінде. Бұл әрине сарапшының пікірі. Енді әлемдік саясатта қазір Ресейдің досы қалмады деуге де болады. Өзі кезінде көмек беріп араласып отырған Түркиямен келіспей қалды. Қытаймен де тату деп айта алмайсың, себебі Қытайлар өз пайдасын жақсы біледі. Енді ТМД-ның ішінде Өзбекстан мен Әзербайжанның билігі біздің ішкі ісімізге араласпа деп Ресейді орнына қойды. Сонда Қазақстан ғана, солардың ішінде тек Қазақстан ғана Ресейді сыйлап ештеңе айтпаған болатын. Енді Қазақстанның парламентіне ұлттың жанашырлары, қазақ тілінің жағдайын ойлайтын депутаттар келгеннен бастап, парламентте мынадай ұсыныстар айтылды. Олар мынадай: өздеріңіз көріп жүрген, мысалы, көшедегі нұсқаулықтар, көшенің атаулары, мысалы, асханаға барсаңыз, мына астың болсын, басқа да нәрселердің мәзірі, жарнамалық көшеде ілініп тұратын баннерлер, басқа да нысандарды қазақ тілінде жазуға қатысты ұсыныс айтылды. Ал осы кезге дейін қолданып келген, мысалы, қазақ тілі, одан кейін орыс тілі, содан кейін ағылшын тілі айтылатын еді ғой. Енді осы жердегі орыс тілін тек қажет болған жағдайда ғана қолдану туралы парламентте үлкен ұсыныс айтылды. Бұл әрине Қазақстанның өз құқығы, себебі біз тәуелсіз мемлекетпіз және Қазақстанның мемлекеттік тілі орыс тілі емес. Қазақстанның мемлекеттік тілі бұл әрине қазақ тілі, ана тілі. Қазақ тілі бұл біздің ана тіліміз. Осыдан кейін Ресей орыс тілінің қолданылуы азайып, қазақ тілінің үстемдік ала бастағанын көрді. Ал енді ойлап қараңыздаршы, Қазақстанның билігі латын тілін қолданысқа енгізетін болса, тіпті орыс тілінің азайып, енді қазақ тілінің қолданылуы одан әрі көбейіп кетуде мүмкін. Енді қазақтың билігі түрік халықтармен байланысын одан әрі күшейтіп, ынтымағымыз одан әрі артатын болса, яғни өздеріңіз білесіздер, Қазақстан енді түркі әлемімен бірлесіп, өзара іс-қимыл жасауға, өзара бірігуге және ынтымақта өмір сүруге, тату достық байланыс орнатуға ұмтылып жатыр. Түркияда түркі кеңесі болды. Одан да басқа Тоқаев түрлі түрік халықтарының басшыларымен өте жақсы байланыс жасап отыр. Егер де Тоқаев одан әрі қарай түркі халықтарының басшыларымен достығын нығайтатын болса, шығыстағы Қытай мен солтүстіктегі Ресей қазақ еліне, қазақтың билігіне ықпалын жасай алмайтын еді. Біз әрине Ресеймен де, Қытаймен де достық болсын, сауда байланысы болсын, басқа да байланыстарды жасаймыз әрине, дос мемлекет ретінде, және олардың мемлекеттілігін құрметтейміз. Қазақтың билігі және олардың ішкі ісіне араласпауы керек. Әрине, Қазақстанның билігіне олар да сондай құрмет көрсету керек. Біз тек көрші отырған Ресей болсын, Қытай болсын, тек достық байланыс және тату байланыс, соның ішінде бір-бірін сыйлау байланысы болса екен дейміз. Ал енді Қазақстан Назарбаевтың кезіндегідей емес, жаңа дәуірге өтіп, тәуелсіз саясатын жүргізіп, елімізде қазақ тілінің үстемдік етерінен үміттенеміз. Қазақтың ынтымағы, бірлігі мықты болсын ағайын. Құрметті халайық, егер видео сізге ұнаса, бұл видеоны бүкіл таныстарыңызға таратып жіберіңіз.